Арыс қаласында оқ-дәрі қоймасы жарылып, 2 адам қаза тапты. Біреуі қарапайым тұрғын, біреуі әскери қызметкер. Ал 45 мыңға жуық адам үйлерін тастап кеткеніне 2 күн болды. Мыңдаған тұрғын Шымкентке келіп, арнайы орталықтарда түнеп жүр. Иесіз қалған Арыс қаласы жау шапқандай ажарсыз, сүреңсіз. Билік қауіп әлі сейілмеді дейді. Осы айтқандарыма оқиға орнында жүрген әріптестерім түсірген видеолары дәлел. Ендеше бәрін ретімен баяндап берсем. Алдымен Арыс қаласының қазіргі жағдайын айтайық. Азаттық тілшілер Асылхан Мамашұлы мен Санат Нұрбеков бүгін жарылыстан зардап шеккен қалаға барды. Мына видеодан көріп тұрғандарыңыздай, қала сыртында жарылған снаряд жатыр. Ал ішінде қираған үй, бүлінген жол, сынған есік терезе. Бәрі соғыстан соңғы ахуалды еске түсіретіндей. 40 мыңнан аса тұрғыны бар қала қазір азынап тұр. Әріптесім Асылхан айтқандай, құлаққа ұрған танадай өлі тыныштық. Дегенмен қала сыртында үйлеріне келіп, бағалы заттарын алып кеткісі келетіндер де аз емес. Кіргенде қалған құжаттарымызды алуымыз керек. Үйде мал-пал бәрі қалған қамаулы. Соларға су беріп, былай үй жайдың не болып жатқанын көріп біліп келейік деп отырмыз. Түнімен интернеттен көріп, қала өртеніп жатыр. Оны өшіріп жатыр ма, өшіріп жатқан жоқ па білмейміз. Кіргізбей тұрмын мына. Өзімнің дүкенім бар. Сол жерде тура жаңағы центрда. Сол дүкенімізді қазір тоналыпты деп жатыр. Енді соны қазір көруге баратырмыз. Егер кіре алатын болсақ, сол жерде барып көреміз. Тұрғынның бұл сөзін бүгін ішкі істер министрі де растап, ұрлық істеді деген күдікпен 3 адам ұсталғаны хабарлады. Арыста қазір жарық жоқ, жанармай сататын бекеттер жұмыс істемейді. Телефон байланысы нашар, интернет әлсіз. Қаладағы кейбір дүкендер мен мейрамханалар өртенген. Ал үйімді көріп, құжаттарымды алып қайттым деген тұрғын былай дейді. Қирап жатыр ғой, есіктер сынған, дуалдар жанған, енді снаряд деген нәрсе оңай болмайды ғой. Капсуласы жатыр мынандай, 1-2 метр жерден келіп түскен. Мына адам кешеден бері хабарсыз кеткен туысын іздеп жүр. Біздер Молдабекова Айсылу деген жиен қызымыз бар еді. 4 бөпесі бар. Кішкентай 2-де, сол жоқ. Таппай жатыр, қаяқта екенін. Бұл Шымкенттегі мектептердің бірі. Жарылыстан бас сауғалап қашып келген адамдардың біразы оқу орнының спорт залына орналасқан. Ас беріліп, киім-кешек таратылған. Дәрігерлер көмек сұрағандардың денсаулықтарын бақылап, қан қысымдарын өлшеген. Бізде ұшаққа дейін шамамен 70-ден астам адамдар келіп тіркелді, шағымдар. Көбінесе давлениесі көтерілген, успокаивающий, іші өткен, басы ауырған шағымдар көп. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов бүгін үкімет отырысында 165 адам дәрігерге қаралды деді. Олардың арасында 89 науқас емханаларға, стационарлық емге жатқызылған. Көбісі Шымкент қаладағы облыстық ауруханалар, 15 адам реанимация бөлмелерде, олардың 9-ы жағдайы нашар деп айтуға болады, қиын деп айтуға болады. 2 бала бар, олардың арасында түрлі травма әрине. Қорғаныс министрлігінің оқ-дәрі басқармасының бастығы Сергей Прохоров Арыс қаласында жарылған қоймада реактивті снарядтар, артиллериялық жарылғыш заттар, гранаталар, танкілер мен қарапайым мылтықтың оқтары бар болатын деді. Ал осыдан 10 жыл бұрын осы мәселе жөнінде үкіметке депутаттық сауал жолдап, алдын ала ескертіп едім деген мәжілістің бұрынғы депутаты генерал-майор Ержан Исағұлов оқ-дәрінің қайдан келгенін айтты. Ауғанстандағы қолданылған барлық қару жараққа керекті оқ-дәрілер сөрді. Сол кезде, оның ішінде реактивтік снарядтары да бар, басқалары да бар. Олар атылса, олар көптеген шақырымға барып, басқа жаңағы адамдардың тұрып жатқан мекендерін ойрандауы мүмкін. Естіп атқан боларсыздар, бір 150 мың тоннадай сол жерде оқ-дәрі бар екен. Мұндай жағдай тек қана сол Арыс қаласында емес, басқа жерделерде бар. Отар деген станцияның қасында сондай не бар. Содан кейін мына Қарағанды облысында жаңағы бір полигон бар. Ішкі істер министрлігі Арыс қаласында қауіп әлі сейілмеді, жарылыс болған кейбір жер әлі бықсып жанып жатыр деді. Жарылысқа байланысты 20 шақты пойыз тоқтатылған. Айтуларынша темір жол әлі тазармаған, шашылған снарядтар жатуы мүмкін. Яғни қауіпті.
Алысқа баратын жолаушылар арысты автобуспен, жеңіл көліктермен айналып өтеді.